Да, ну я хочу поздравить вас. Большое спасибо за приглашение. Это первый раз в этом театре, хотя коллектив, народный коллектив, нам удалось посмотреть в выступлении ансамбля «Бирлик» недавно здесь, в Алмате. И я очень рад познакомиться и просто увидеть вашу выставку, вашего театра, которому уже больше 90 лет. Это было очень интересно. Я очень рад послушать сегодня ансамбль «Сада». Ваши ритмы, мелодии действительно были замечательные. И просто вот эта жизнерадостная атмосфера и нас охватила. То есть поздравляю вас, большое спасибо. Это было замечательно. Сада Яшла ансамблінің концертіне кеп қалдық. Сада ансамблінің еңдің құрылға вақты елімі есімді. Бүгінгі театрның рәхбері Ділмұрат Барыфла, Нұралым Варисовла, Луиза Розахонова, Ділбәр Бұрханова мана дәсләп шыққанда, біздің айты яқшы кәйпиятта шында қошалық ілкеді қаршаған. Мана шу Саданың ауазыны ауынмығынымыз келі өптіке. Бүгін Саданың ауазы қайтыдың аңырап атыды. Әнде мен қошал қылдығыны, еңкі үзіліп қалған жіпіне бүгін ұлап, еңі тәркіпті Сада ансамблінің тамашыбынан алдығы шықып атқыны, бұл біздің сәнетіміздің бұныңды кейімі ілгірі басыдығыны, тәрәқи етідігіні деп түшіні атымыз. Сада ансамбльда мана еңді кеп атқан нақшчыла, өзлерінің талантыны намайыш қылды. Улама мұшы сәнетіміздің Сада ансамбліні құрған акыларының, әділерінің yolun davamlaştırdıqalığını bugün yani bir qetim ispatıldı. Şunun için Sada ansamblinin kelечегеге utuq tilaymiz. Umumen bizning sanatimizning qutlug dargohi Uyg'ur teatrida mushu milliy naqsh sazlarimiz, usullarimiz har qachon bizning xalqimizni xo'shal qildi deb o'ylayman. Shuning uchun hammamiz mushu qutlug dargohni qadrlab, doim mushuni qadam tashrif qilib, san'atimizni qo'llab-quvvatlaylik demoqchiman. Сегодня я была первый раз на эстрадном концерте «Сада», и мне очень понравилось, потому что были очень интересные композиции, очень чудесные песни с народными мотивами, современные песни, и все очень большие профессионалы. Вот. И я думаю, что очень было бы хорошо организовать гастроли в Европу. Спасибо. Мен мұшы партия қында Сада ансамблі кірдім Uyg'ur театрда. Мана бүгін күлікте интайын бір чоң концерт қойып отырмыз. Меніңше бұл концерт әжайып чырайлы өтті. Вә мұшы алдымызға чоң-чоң мәқсәтлеріміз бар. Дайым бұйырса, бұның чоң концерттан қойғанға үмітіміз камыл.